Аты-жөнім Салтанат Күмісханова. Алматы қаласында тұрамын. Мамандығым химик. Қазіргі таңда Казатомпром компаниясының Семізбай кенішінде физика-химиялық зертханада. Менің жұмыс уақытым вахталық ауысыммен жұмыс болғандықтан таңертеңгі жұмыс уақытым 7-ден жұмыс кенішіне келу, содан таңғы ас ішу, арнайы киімді кию және жұмыс орнына бару сағат таңғы 8-ден. Басты міндеттерінің бірі күнделікті орындалатын сынамалардың талдау жүргізу нәтижелеріне дұрыстығына қадағалау, соларды бақылау. Сонымен қатар әдістемелік құралдарымыздың уақытында жаңарып отыруын бақылау, зертхана жұмысында қолданылатын реактивтердің дайындалу сапасын қадағалау және олардың сатып алу жөніндегі іс-шараларды қадағалау болып саналады. Сонымен қатар сапа менеджментінде атқарылатын істердің көпшілігінде басты менің міндеттерімнің бірі болып саналады. Техникалық қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, радиациялық қауіпсіздік, зертханашылардың жалпы жұмыс орнындағы қауіпсіздігін қадағалау негізгі міндеттерімнің бірі. Жалпы зертхана жұмысын бағдарлау, бағыттау, қосымша реактивтер дайындау деген сияқты қосымша жұмыстар орындалады. Сонымен қатар біздің өндірісте үнемді өндіріс деген жоба бар. Үнемді өндіріс бойынша жұмыс жасаймыз. Әрбір жұмыс орындарында 5S қағидасын қадағалауын қараймыз. Сонымен қатар жас мамандарға рационализаторлық ұсыныстарды жазуға көмектесеміз. Мен зертханада жұмыс жасағандықтан біздің жалпы компания уран өндірісімен айналысады. Уран өндірісін өндіруден біз дүние жүзінде бірінші орын алатындықтан бұл біздің жалпы еліміздің экономикасын көтеруде және жалпы еліміздің статусын жоғары деңгейде ұстауда көп мүмкіндік береді. Соның бір бөлігі біз уранның құрамын анықтауда, оның сапалы және экспортқа, шетелге шығуына бізде өз үлесімізді қосудамыз. Адал еңбек деген ол абыроймен жұмысыңды атқару және өзіңнің еңбекқорлығыңды көрсету, қасыңдағы қызметтестердің арасында белгілі бір дәрежеде беделге ие болу деп санаймын. Қарапайым жұмысшылардың жұмыстары әрқашан еленуі қажет. Жалпы қай салада болмасын, қай компанияда болмасын, основной негізгі масса жұмысты өндіретін ол қарапайым жұмысшылар. Сондықтан қарапайым жұмысшылардың еңбегі жоғары бағалану керек, олардың жалақылары жоғары болу керек деп санаймын. Қандай мамандықты таңдағысы келетін жас болашақтағы жасөспірімдерге айтарым, біріншіден өзің қай салада өзіңді мықты санайсың. Немесе мектепте сен қай саладан өзіңді жақсы көрсете алдың, сол салаға қатысты өзіңнің ішкі жан дүниені қалайтын мамандық таңдау қажет. Солай деп ойлаймын.